Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Бісміллә. Пока уақыт бар, қол бос кезде прямой эфир жасап алайын деп эфир сақтап қоямын, сол себепті ешкімді күтпейміз. Қалдарыңыз қалай? Давайте компания жайында, жалпы бизнес жайында сұрап жатқан кісілерге кішігірім ақпарат болсын. Танымайтындарыңыз болса, жаңадан келіп қосылғандарыңыз болса, мен есімім Ақбота Абиевна, жасым 45-те, 5 балам бар, Астана қаласының тұрғынымын, тұрмыстамын. Жалпы сетевой бизнеспен онлайн бағытта айналысып жатқаныма 5 жыл болды. Аллаға шүкір, осы уақыттың ішінде енді айтарым бар деп ойлаймын. Өйткені телефоныммен 13 мемлекеттен дөңгелетіп бизнес жасап отырмын. 20 миллион теңге командам табыс тауып отыр. 2 миллион теңге ай сайын өзім тұрақты табыс тауып отырмын. Компаниядан алған автобонус, үй бонус, саяхат бонустарым бар, барлығын иегер ретінде. Енді кішігірім жаңағыдай білгенімен бөлісуге хақым бар, құқым бар деп ойлаймын. Енді сұрап жатқан кісілер бар, жалпы бизнес жайында. Негізі сетевой бизнеске мен енді қалай айтсам болады, өз еркіммен келген жоқпын. Өйткені классикалық бизнес жасап жүргендіктен маған сетевой бизнес совсем қызық болған жоқ. Классикалық бизнес жасайтын адамдар вообще негізі мойын бұрып бір жерге қарауға уақытсы жоқ болады ғой. Осы балабақша саласында мен бизнес жасадым, одан кейін сұлулық бағытында тоже сұлулық саласында бизнес жасадым, және клининг саласында бизнес жасадым. Но бірақ 2020 жылы бізде не болды? Карантин болды, кәдімгідей қиыншылық келді. Сол бір заман менің ойымды өзгертті, менің жалпы болашаққа деген көзқарасымды өзгертті. Өйткені дәл сол кезде мен түсіндім, любой время мен жалаңаяқ жалаңбас қалуыма мүмкіншілігім бар екен. Сосын бұл қалай болды деген ой болды. Конечно, стресс болды. Стресстен өте қатты жаңағыдай соққы алдым. Мен енді денсаулығым сыр берді, жатып қалдым. Сол кезде жаңағы бұрын осы адам өзі Құдай өзі сұрағанды береді деп айтады ғой. Мен осы өліп талып жұмыс жасап жүремін, бизнестарымда жүгіріп жүремін. Енді сонда мынау мамам айтатын, сен бір балаларым ояу кезінде бір келетін кезің бола ма үйге деп. Действительно, балаларымды көрмейтін. Мен негізі күнде үйге келем, бірақ балаларым ұйықтап жатқан кезде келем, не түскі уақытта, не уже түнгі уақытта деген сияқты. Сөйтіп бала көрмей жұмыс жасап жүрген кезімде мен жаңағыдай кейде жаңағы балаларым жаңағы звондап қалса, күндіз енді звондайды ғой телефонмен, сонда ойлайтын да, Құдайым, осы үйде отырып істейтін жұмыс болса, үйде отырып істер едім мен деп та. Негізі сол сұрауымды Құдай берді ғой деп ойлаймын. Сол үйде отырып қалған кезде денсаулығым сыр берді, оның үстіне вообще жұмыс жасауға деген уже ешқандай мүмкіншілік болған жоқ. Карантин кезінде енді бәріміз жұмыссыз болдық қой. Сол кезде тұрақтылық деген жоқ екенін, классикалық бизнестің любой время жанып кететінін мен өз көзіммен көрдім. Өзімнің бірнеше бизнесім бірден тоқтады, және де ол маған қатты соққы болды, денсаулығыма соққы болды, біздің бюджетімізге соққы болды. Сол кезде мен осы онлайн бизнесқа келдім, еріксіз келдім, былайынша айтқанда, кәдімгідей осы адамдар не жасап жатыр онлайнда деп, мен осы онлайндағы осы тамақ пісіріп жатқанда, көйлек тігіп жатқанда, байыр болып жұмыс жасап жатқанда барлық осы адамдардың бәрін зерттеп қарап, ең соңында сетевой бизнесті таңдадым. Сетевой бизнесті таңдап, өзіме наставник іздеп, кәдімгі осознанно все, мен сетевоймен айналысатын болдым деген шешім қабылдадым. Сол кезде Таня деген қыз, Нижний Новгородта тұрады ол қыз. Мен ол қызды осы Новосибирске производствоға путешествиеге барған кезде бір-ақ рет көргем, бірақ әлі көрмегем да. Ол кезде тіптен танымайтын Таняға жаздым. Енді қазақстандық лидерлардың арасында онлайн жұмыс жасап жатқан адамдар өте сирек болғандықтан, мен ол кісілердің жұмыс жасау методикасы маған ұнамады. Мен ол кезде жаңағыдай закуп жасайтын сетевойға ондай бүйтіп салым салып 100 мың, 200 мың теңге салым салып кіруге менде возможность болған жоқ. Мен енді былайынша айтқанда банкротта отырған адам болдым ғой. Сол кездегі мен только осы 5 балам пособиясын ғана алып отырдым. И солай мен Таняға айттым, мен осы бір вложение сіз жасайтын бизнесті үйретші маған деп. Сосын ол күлді, айтты, енді зубный паста аласың ба деді. Алам. Енді балаларың бар ма, балаларыңа витамин аласың деді. Алам. Сол балаларыңа алатын витаминді, зубный пастаңды, шампуніңді алып басташы деді хотя бы. Сол кезде мен жаңағы балаларым пособиясы бар, одан кейін жаңағы енді
ойладым да, енді қалай не істесем, ана менде бұрын жаңағы квартирадан қалған не болған, жаңағы екі холодильник, екі телевизор болған, сол жаңағы люстра болған деген сияқты, артық. Сөйтіп мен жаңағы телевизор мен люстрамды саттым, кәдімгідей срочно продается деп бізде анау пятиэтажкада тұратын, ол кезде чаттың несі болады ғой, жаңағы как его чат, үйдің чаты болады ғой, сол жерге салдым, срочно продается за 25 тысяч деп, сонымен жаңағы сол жаңағы мен алып кетті заттарымды. Бір кісі келіп, ойбай, как раз квартиранттарыма керек еді деп. Сонымен өстіп бастаған бизнесім болатын. Алғашқы кездегі сол жаңағы күледі ғой, күйеуім күледі, сен телевизор мен люстра өтпесе не сатар едің дейді. Мен айтамын, мен холодильник сататын едім, әйтеуір бірдеңе сататын едім осы үйден деймін да. Сөйтіп енді кризис, карантин кезінде итаки алтынның бәрін ломбардқа салып жеп қойғанбыз. Ол кезде енді ондай алтын сататындай не болған жоқ, возможность болған жоқ. Сол үйдегі сол екі люстра мен бір телевизорымды сатып бастаған бизнесімнан қазір айына 2 миллион теңге табыс тауып отырмын. Телевизор, люстра емес, квартира, машина алуға дәрежем жетіп отыр. 11 миллиондық университетке балаларымды оқуға түсіруге дәрежем бар, Аллаға шүкір. Міне осындай дәрежеге жеттім онлайн бизнестің арқасында. Бұл жерде маған бұл бизнестің ұнағаны, классикалық бизнесте сен тапқан табысыңды, жаңағы бизнес-леди деген атың бар, сосын тапқан табысыңның бір бар ғой, жаңағы 1% өзіңе қалтаңа қалса қалды, қалмаса кейде түгелмен бизнесқа кетеді ғой. Мен еріккеннен 3 бизнес жасаған жоқпын, өйткені бір бизнес менің кредиттерімді жауып отырды, бір бизнестің вложениесін жауып отырды, и үшінші бизнестен ғана маған доход келіп отырды. Так сөйтіп 24 сағат жұмыс жасауға тура келетін. Кейде даже өзің техничка, өзің охранник, өзің бәрін өзің істеп кетесің ғой, жаңағы өзің повар боласың, надо будет, сол сияқты сондай жағдайларға дейін жетіп жұмыс жасағам. Ал енді қазір мен Сайберин Wellness компаниясында, бұрынғы Сибирская здоровье компаниясында, Аллаға шүкір, жұмыс жасап жатқаныма 5 жыл болды. 5 жылдың ішінде мен осы көзімді ашқалы деп айтайын ба? Мен негізі 10 жасымнан бастап осы мамамыз біздің жалғызбасты болды, мамам қасында әйтеуір жаңағы жаулығының бір шетінде жүріп, етегінің бір жанында жүріп, жаңағы әйтеуір жаңағыдай еңбекқор қыз болдым, соның арқасында мен осы 10 жасымнан бастап тіршілік еттім десем мен шатаспаймын. Мен 5-ші класс оқыған кезде уже тамақ та пісіре алатынмын, үйде жинай алатынмын, нан да жай алатынмын да, например, жаңағыдай көршілерде жиын болса көмектесіп нан жайып беріп, әйтеуір бірдеңе тауып алып келетін деген сияқты, біреудің үйін жинасып, біреудің кірін жуысып, сөйтіп мысалға ол да еңбек қой. Мысалға да сөйтіп мен 10 жасымнан бастап еңбек еткен қызбын негізі. И сол қараңыздаршы, мен 40-қа келгенше 30 жыл жасаған еңбегімнен таппаған нәрсені сетевой бизнесқа келіп, онлайн телефонмен жұмыс жасап, мен 5 жылдың ішінде өзіме үйде алдым, машина алдым, және де көптеген армандарыма қол жеткіздім. Это действительно возможно. Егер қыздар мен не істеймін, қалай істеймін деп жүрсеңіздер, не істеймін, қалай істеймін деп емес, менікі нормально істеп атқан, сен сүргін келетін өмірді сүріп атқан адамның етегінен ұстау керек та, просто не істеп атсың деп кету керек соның артынан. Баяғыда бізде анау мен Лесная Поляна деген жерде тұратын, Қосшы деген жерде, сол кезде Астанадан сол жаққа жүріп бара жатқан кезде бізде мынандай байлардың тұратын мынандай коттеджі бар, городок бар. И сол кезде мен күйеуіме айтатын, осы бар ғой, осы коттедждің бір хозяйыны шығып, осы мен саған бизнес үйретемін, осы бизнесті жасасаң, сен де 5 жылдан кейін осындай коттедж аласың десе, мен соны айтқан істер едім деп айтатын да. Действительно да, сондай мысалға да, сондай ғой, примерно да, сіз қалаған нәрсеңізді алып отырған адамға келіп, етегінен ұстап жұмыс жасап кететін бизнестің бірі осы Сайберин Wellness бизнесі, сетевой бизнес. Мен Сайберин Wellness'ты таңдағаныма өкінбеймін, өйткені бұл жерде маған конкретно айтып түсіндірді, во-первых, табиғи өнім деді, во-вторых, стабильный бизнес, стабильная компания деді, анда-мында секіріп жүгіріп жүретін компания емес деп. Содан кейін жаңағы мен келгенде 25 жылдық болған, қазір менеке 30 жылдық болайын деп жатыр компанияға, как раз юбилейный годта келдім менде. Сонда компанияның просто тұрақтылығын көрсетті маған. И сол кезде мен өзім осы бизнеске шақырған адамға мен просто сұрақ қойдым. Давай, пожалуйста, покажи мне дедім. Енді 25 жыл жұмыс жасап келе жатқан компания болса, осы компанияда 20 жыл, 10 жыл, 15 жыл жасап келе жатқан маған бір 3 адамды көрсетші деп. Сол кезде маған 3 адамды көрсетті. И сол 3 адамның өмірі мені өте қатты таңғалдырды, өте қатты қызықтырды. Қызыға да қарадым мен бар ғой. Кәдімгі Елена Моторина деген кісіні көрген кезде, ол кісінің мініп жүрген майбықын
көрген кезде, ол кісінің 1000 квадрат жаңағыдай доход әкеліп тұрған недвижимостьін көрген кезде, ол кісінің 1000 квадрат үйін көрген кезде, мен кәдімгідей ойладым, осы кісі қанша жыл болды мына бизнеста жүргеніне дегенде айтты, бұл кісі бизнеста жүргеніне уже 20 жыл болған деп. Сонымен айттым, егер 20 жылдан кейін, 15 жылдан кейін мен осылай өмір сүретін болсам, я готова деп мен солай айттым. Мен кәдімгідей қызықтым ана кісіге. Өйткені менің, например, мен классикалық бизнесті 30 жасымнан бастап жасадым, 40-қа келгенше 10 жыл жасаған бизнесім бір карантинде жоқ, күлге айналып кетті ғой, күлге айналып кетті. Менің өзім күлге айналып кеттім. Мен стресстен нервный ущемление болып тұра алмай, жүре алмай қалдым. Представляете, стресстен шашым ағарып, лысый болып түсіп қалдым. Сол жылдары мен орамалмен жүретін, маған қазір көп қыздар жазады, сен құтырғасың, бұл бизнесті бастаған кезде орамал киіп жүретін едің деп. Мен ол бизнесті бастаған кезде шашым таз болып, ағарып, кәдімгідей кемпір құсап түсіп қалған болатын. Сол үшін мен орамалмен жүретін. Бүйтіп мен хиджаб киіп, хиджаб шешіп тастап кеткен жоқпын, қыздар. Я орамал тағып жүргенім рас, өйткені сол кезде стресстен мен басым лысый болып түсіп қалды. Менде жаңағыдай шашым қатты ағарып кетті, мынандай аттың қылындай шаш болған жоқ ол кезде. Міне көрдіңіздер ма, сол стресстен сондай, одан кейін жаңағыдай миома, киста, полип деген нәрсенің бәрі менде болған. По-женски менде жаңағыдай тоже бірнеше диагноздар қойылды маған. Оның бәрі стресстен болды негізі. И сол нәрсе мені, вот знаете, кәдімгідей басқаша көзқарасқа әкелді мені сетевой бизнес. И еще маған бүйтті ғой, сен бизнес-лидер боласың, 700 миллион теңге табысқа шыққан кезде, ты можешь спокойно спать, вообще можешь спокойно умирать деп айтты даже бар ғой. Орыстар білесіздер ғой, тіке айтады ғой, сол менің наставнигім айтқан маған ше, сен спокойно өле берсең де болады, осы бизнес-лидер деген рангке жетіп алсаң, сенің отбасыңа мұра болып қалатын бизнес, всю жизнь сен міне бұл осы Сайберен Wellness өмір сүрсе, сенің отбасыңа қаншалықты өмір сүреді, соншалықты ақша беріліп тұрады деді. Мен қалай сонда десем, айтады, мысалға сен өліп кетсең, саған отбасыңа сенің жаңағы табысың до конца түседі деді, до конца. Отбасыңдағы бір кісі мысалы алып ары қарай жұмыс жасап кетем десе, ол да мүмкіншілік бар деді. И сол нәрсені естіген кезде мен ойладым, қандай күшті. Мен енді сол кезде миллион теңге табысқа шығуым керек. Мен қайтсем де осы енді страшно болды ғой маған, действительно, мен ойладым да, мен қайтсем де осы бизнес-лидер рангіне жетіп алым керек, миллион табысқа жетіп алым керек, содан кейін спокойно өмір сүремін деп. Сөйтіп өліп талып сол рангқа мен 2 жылда жеттім. 1 жылдың ішінде 500 мың теңге табысқа шықтым, бизнес-профи болдым, автопрограммаға іліктім, саяхат программасына іліктім, автомобиль алдым, алтын жұлдыз алдым. Компаниядан алған менің алтындарым 2 миллион теңгені құрайды екен, представляете. Алдында осы ювелирныйге барып, мен алтындарымды санатып келдім. Менде неше түрлі жұлдыздар бар, алтын жұлдыздар бар, 6 алтын жұлдыз бар, 7 граммдық бар, 8 граммдық бар, 5 граммдық бар, 4 граммдық бар. И соның бәрін санатсам, оказывается, мен компаниядан уже 2 миллион теңгенің алтыны бар екен менде, еще 14 миллион теңгенің машинасын міндім да, и элитный клубный жерден үй алдым, например, да. И қазір Аллаға шүкір жағдайым жақсы. Мен просто айтқым келетіні, мен сол жаңағы 2 жылдың ішінде сол бизнес-лидер рангына жеттім. И действительно, шынымен де мен сол кезде бизнес-лидер рангында бір семейная пара болды. Біз жақсы араласатынбыз сол кісілермен. Сол кісілер қайтыс болды, әйелі екеуі. Сол кезде балаларына кәдімгідей компания, мен өз көзімен көрдім ғой, представляете? И ол балаларымен мен араласам ғой еще, балаларына кәдімгідей бизнес қалды. Олардың балалары уже 18-ге толған болды да, ол кісілерге кәдімгідей ата-анасының бизнес-лидер рангіндегі сол ата-анасының жаңағы бизнесі қалды. Одан кейін олар оны сапфирға көтерді. Сөйтіп қазір, например, балалар жұмыс жасап жатыр, дайын бизнес қалды, представляете? Миллион теңге ай сайын түсіп тұратын отбасына бизнес жасап кетті ата-анасы. Міне, даже сіздің балаңыз жасамаса да, 18-ге толмаған балаңыз болса да, 18-ге толғанын күтеді. Не болмасам сіздің күйеуіңізге айтады, например, да, Құдай сақтасын, менімен бірдеме болса, например, мен күйеуіме айтады компания, міне сіздің әйеліңіздің осы бизнесі бар, ары қарай жүргізесіз ба? Егер ол мен жүргізе алмаймын десе, онда менің келесі жаңағы наследниктерім, балаларым, 18-ге толған әрбір балама айтады, например, да, қайсысын жүргізесіңдер, ата-аналарынан қалып кеткен осындай бизнес бар, жүргізбесеңдер, мінекей жаңағы солардың картасы бекітіледі біреусінің, и сол адамның жаңағы сіздің отбасыңыздың бір адамның картасына мен осы ай сайынғы табысым, например, қазір 2
миллион табам ба, 2 миллион теңге түсіп тұрады. Мен жоқ болсам да. Это классно, это классно. Мен осы үшін келдім компанияға. Мен еще мен бұл жерде стабильностьті көрдім, иә. Бұл жерде кәдімгідей жаңағыдай мен енді 40-тамын. Мен, например, ананы бір істеп, мынаны бір істеп, мынаны бір істеп жүрдім. 40-тан кейін сен уақытың жоқ. 40-тан кейін сен попробовать вот это деген нәрсеге сен уже не имеешь права. Ты не имеешь права уже ошибаться. Ты уже конкретно должна делать бизнес, да? Мен 40-тан кейін мысалы өмірімді солай өзім мысалы мен көзқарасымда олай білмеймін енді. Мен солай мысалға келіп осы бизнесті үйрендім. Аллаға шүкір, я не жалею, что я пришла в 40 лет именно в Siberian Wellness, и что я 5 лет здесь отработала. И еще через 5 лет мен қандай боламын? Представьте себе, да? Мен табысым еще 2 есе, 3 есе өседі. Еще ал 15 жылдан кейін не болады? 20 жылдан кейін не болады? Мысалға да, мен ертең қазір 45-тен 50-ге келген кезде ай сайын 5 миллион теңге маған түсіп тұрады, иә? Это же вообще круто, это круто. Қазірдің өзінде мен, например, да, алтынға, недвижимостьқа, иә, инвестор болғанымда, инвестиция жасап жатырмын да. Это вообще классно. Вот представьте себе, да, сіз 40 жасыңызда, 45 жасыңызда, 50 жасыңызда, например, да, 5 миллион теңге сіздің картаңызға ай сайын түсіп тұрса. Что? Ал 60-қа келгенде сіздің картаңызға прям стабильно 10 миллион теңге ақша түсіп тұратын болса, ойбай, супер бабушка боласыз ба сіз? Я вот мен мысалға балаларыма айтам да, мен миллионердің қызы болған жоқпын. Сендер миллионердің баласы болып менен туған жоқсыңдар. Но бірақ менің немерелерім миллионердің немересі бола алады. Мен соған жұмыстан батырмын. Мен алдағы мына 5 жылдықта долларовый миллионер әйелге айналатыныма мен 1000% сенімдім. Қазірдің өзінде мен какой-то бір 5 жыл өтті ортада, иә, какой-то бір 5 жыл. Мен танитын көптеген әйелдер мысалға да сол бухгалтер болып сол 300 мыңға жұмыс жасап жүр. Сол мұғалім болып сол 300 мыңға жұмыс жасап жүр. Арада 5 жыл өтті. Ал менің табысым 2 миллион теңгеге өсті. Арада 5 жыл өтті. Әлі сол тұрып атқан жерінде тұрып атқан адамдар бар. Ал мен қазір бизнес класста тұрып жатырмын. Арада 5 жыл өтті. Әлі сол жасап жатқан жұмысын жасап жүрген адамдар бар. Еш нәрсе өсіп жатқан жоқ та. Ал мен бизнесімді, мен не только өзім, қаншама адамдардың өмірін өзгеруге ықпалым тиді, иә? Аллахтың қалауымен. Мен мысалға партнерім бар. 1,5 миллион теңге алады ай сайын. Ай сайын айта алмай айтады, бота, мен әр айда қолым дірілдейді дейді. Әр айда мен осы бота маған жазғанына рахмет деп айтам дейді. Мен ол кісіге жазғам. Ол кісі мен просто баламыз бірге оқыған. Сол балам родительский чатында болған, ол кісі маған өзі жазады. Содан бір әйтеуір әңгіме шығып кетеді, и мен айтам да, жаңа мен Siberian Wellness компаниясында жұмыс жасап жатырмын. Келіңіз жасаңыз деп, иә, там ақша жетпей жатса, не болса. И содан сол кісіге мен жазғам ғой. И содан қазір мысалға сол кісі, бухгалтер болып 380 мың теңге табатын. Қазір 1,5 миллион теңге табыс табады. Астанадан 96 квадрат үй алды, 3 бөлмелі, новостройкадан, хан шатырдың қасынан. Күнде таңертең сторисында, когда она гуляет по этой аллее, возле этого фонтана, бар ғой, боқтағым келіп тұршы, да такой себе. Күшті ғой, прям, и сол нәрсеге мен себепкерім, представляете? Менде апашкалар бар, 500 мың теңге табыс тауып шетелге шығып жатқан. 500 мың теңге табыс тауып қыдырып жүрген апашкаларды көрген кезде, это больше, чем я зарабатываю, понимаете? Ол басқаша сезім ол. Сен себепкер болғасың, сен сол адамға осы бизнесті үйреткесің. И это же классно. И вообще Siberian Wellness-тың стабильності өте мықты. Бізде лидерский встречаларда кәдімгідей әрбір жылда ай сайын лидерский встречалар болады. Сонда бар ғой, Siberian Wellness-тың алдағы, мына қазір мысалға 30 жылдық болайын деп жатыр ғой, юбилейный год болайын деп жатыр, алдағы 30 жылға қойған, алдағы 100 жылға қойған мақсаттарын көрген кезде, прям бар ғой, кәдімгідей, прям бір арқанан бір тіреп тұрған әкең бар сияқты сезінесің ғой, бір миллионер әкең бар сияқты. Действительно сондай компания, сенің арқаңда тіреп тұрған бір миллионер әкең бар сияқты. Өткенде мысалға мынандай жағдай болды. Мен балам аварияға түсіп қалды. Білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар, иә. Сол кезде компания маған, например, 500 000 теңгені берді, мысалы да.
біз жаңағы көмек ретінде. Одан кейін менің туған күнім болды. Мен туған күн болған кезде $500 просто менің картама жіберді. Қалаған нәрсеңді ал деп. Мен кәдімгі менің ойбай, мен әкем, мен байым ондай нәрсе істемеген ғой. Маған 2 миллион теңгенің алтынын жалтыратып тағып беріп жатыр компания. Жалтырап жалт-жұлт етіп жүрсін деп. Маған 2 миллион теңге алтынды мен 5 бал туып берген байым әпермеген. Маған компания беріп отыр соны. 14 миллион теңгенің машинасын міне байым мініп жүр. Оның отбасында да, менің отбасында да салоннан джип алған адам жоқ. Біз бірінші отбасымыз. Оның отбасында да, менің отбасында да элитный жерден үй алған адам жоқ. Оның отбасында да, менің отбасында да шет елге 11 миллион теңгеге баласын оқытып отырған адам жоқ. Ал осы дәрежеге мен Сайберген Wellness'ның арқасында жеттім. Аллахтың қалауымен. Аллах тағала маған сұрауымды берді. Я сол кезде мен түсінбеген шығармын. Я сол кезде мен жыладым. Я сол кезде мен Аллахқа ренжідім. Неге мен соншама еңбекқормын? Мен 10 жасынан бастап жұмыс жасағам. Не мен соншама 10 жыл жасаған бизнесім, неге мен бытшытын шығардым? Неге менің бытшытын шығардым деп. Мен сол кезде стресс болып жүре алмай қалдым кәдімгідей. Сол кезде маған Аллахтың қандай нығмет беріп жатқанын мен түсінген жоқпын. Но бірақ қазір мен әр секунд сайын менің бек-офисымда әр минут сайын вашей команде покупка, вашей команде покупка, вашей команде покупка деп келген сайын шүкір етем ғой. Анау мен специально андай не қойып қойғам, тың деп тұрады, тың деген кезде шүкір, тың дегенде шүкір, тың дегенде шүкір. Прям минут сайын менің командамда менің покупка болады да, жаңағыдай продажа жүреді да, круглосуточно продажа жүреді. Өйткені сағат бәр жерде бірдей емес қой. Мысалға Бурятиядағы команда мен түнде жұмыс жасайды, потому что бізде күндіз болғанда ол жақта түн болады, иә. Сосын мысалға даже Ресейдің өзінде менің команда мысалға 50 мың балл оборотты ресейлік командам жасайды. Ол жерде де мысалға 3 сағат разница, 2 сағат разница жерлер бар, я, например, да. Мен ұйықтап жатқан кезде менің командам работает. Представляете? Как классно. И мен бірінші линияма 5 лидер өсіріп қойғам. Все, 5 лидердің, олар өскен сайын мен табысым өсіп жатыр. Олар өсіп жаңа дәрежеге жеткен сайын мен жаңа дәрежеге, мен кәдімгідей, мен команданы давай деп тянуть етіп жатқан жоқпын. Команда наоборот мені итеріп шығарып жатыр да жоғарыға. Вот сондай стабильный бизнес Сайберген Wellness'та бар. И вы спросите, почему так? А потому что продукция работает. Потому что компания мықты сондай продукция шығарады. Біздің Астана Мед Академиясын мойындатқан продукция ғой. Бізде Астана Мед Академиясының мамандары біздің продукциямен жұмыс жасап, нутрициолог мамандығын беріп, кәдімгідей сертификат береді біздің партнерларға. Менің командамда бірнеше нутрициолог мамандары бар, который уже не нуждается во мне. Олар уже нутрициолог болған, өздерінің сертификаттары бар, өздерінің инстаграмдарын жүргізіп, өздерінің білімдерімен бөлісіп, осы продукциямен жұмыс жасап, өздерінің рахатын көріп жатыр. Ал ол адамдар өзінің рахатын көріп, өзінің өмірін өзгертіп, өзінің табысын ұлғайтқан сайын, қаншама адамдарға жақсылық жасаған сайын, мен көтеріліп жатырмын автоматически. Вот чем это не чудо? Вообще это чудо. Бұл маған Аллахтың берген чудосы деп ойлаймын мен өзім. Вот қыздар, так что анауыма, мынауыма деп отыра бермей, бизнес жасағыларыңыз келсе, денсаулық бағытында барлық өнімдер бар бізде. Қазір мінекей мектепке балаларды дайындап жатсыздар, иә? Құр ғана киімін әперіп, сумкасын әперіп емес, баланың иммунитетін де дайындаңыздар. Балаларыңызға витамин алып, өздеріңізге витамин алып, өздеріңізге табиғи, мынау ботокс емес, кәдімгідей табиғи жасартатын күшті өнімдер бар бізде. Сондай өнімдерді алып, бизнес жасаңыздар. Дайын тұрған жүйе. Сіз команданы қалай көтерем деп емес, команда сізді көтеретін жерге келесіздер. Мен бір жыл осы жерде қатты жұмыс жасадым. Өйткені алдында менде мынандай болды. Алдыңғы 3 ай мен
полностью жаңағы бұл бизнесті түсіну керек болды. Мен потому что нөлден келдім ғой, мен бұрын істемеген бұндай нәрсені. Сөйтіп мен бұл нәрсені үйрендім. Үйренуіме менің сол осы 90 күн обучение кетті. И сол үйренген нәрсемді жарты жыл бойы жасадым. И солдан кейін жарты жыл бойы маған уже сол жасаған жұмысым, сонда бір қатты жұмыс жасағаным менің бірінші жыл ғана. Бірінші жыл мен солай автобонус программасына іліктім, 500 мың теңге табысқа шықтым. Все, ары қарай автоматом уже сені дубликация жасап кетеді адамдар. Міне келдің бизнесқа, бірінші линияға 5 адам шақыр. Болды. И сол 5 адамға ары қарай табыс табуды үйрет. Өнімен жұмыс жасайсың ба? Пожалуйста, өнімен жұмыс жаса. Сет құрасың ба, команда құрасың ба, сразу, пожалуйста, команда құр. Компания мұнанда береді сізге. Жан-жақты жұмыс жасай беріңіздер. Мен, например, бұрын мұндай бизнес жасап көрмегеннен кейін, мен бизнеске бірден адам шақырған жоқпын. Мен продукциямен жұмыс жасадым. Өзім продукттан, потому что күшті результат көрдім. Мен осы продукция тұрғызды, например, төсектен бұралып жатқан жермен, осы продукцияның арқасында мен өзімнің самочувствием жақсарып жатыр. Мен осы продукцияның арқасында мен аллергиядан құтылдым. Мен шашым ағарған тоқтаттым. Мен қартаюым тоқтады. Бетімдегі әжімдер кетті, дақтар кетті, денемде папиллома кетті, по-женски мен бірнеше проблемаларым болған. Оның бәрін кезінде айтқан прямой эфирларда. Соның бәрі менде кетті деп мен просто начала говорить о своем результате. Результатымды айта бастадым. И все, маған адамдар, менде де сондай проблема бар. Бота анан алам, мен мынан алам, мен анан алам деп жан-жағымдағы адамдар келе бастады. Мен сауда жасап 100 мың теңге табыс таптым. И сол 100 мың теңгені просто көрсеттім. Мен үйден шыққан жоқпын. Бірақ мен осы 100 мың теңгені телефоным арқылы, приложениемен жұмыс жасау арқылы таптым. Просто приложениемен жұмыс жасайсыздар. 2-ақ минуттың ішінде бізде заказ оформляться етіледі. Каспиге бәрі привязаны, сразу оплатаңыз жасалады, без проблем. Любой жерге сіз бір рефералды ссылкамен компания 70 елде жұмыс жасап жатыр ма, 70 елге заказ жасай аласыз. Міне солай, мен приложениемен жұмыс жасап, сауда жасау арқылы алғаш 100 мың теңгемді таптым. Сол 100 мың теңгені қалай тапқанымды елге айта бастаған кезде, я тоже хочу деп бизнесқа жан-жақтан адамдар келді. И мінекей сол адамдармен мен просто бизнес жасауды үйреттім, продукцияны пайдалануды үйреттім. И қазіргі күнге дейін мен сол нәрсені істеймін. Ауыр нәрсе емес. Мен бұл жерге миллиондап, миллиардтап ақша салған жоқпын, қарызға кірген жоқпын, кредитке кірген жоқпын. Өзіме қажет өнімдерді алам. Ал қазір мен өзіме қажет өнімдерді сертификатпен тегін алам. Тегін өнімдерді алам мен өзіме. Компания береді бізде. Тегін өнім алғым келе ма, пожалуйста. Тегін машина алғым келе ма, пожалуйста. Тегін саяхаттағым келе ма, пожалуйста. Тегін үй алғым келе ма, пожалуйста. Просто работай. Просто компаниямен серіктес бол. Просто тұтынушы бол. Тұтынушы құқығыңды пайдалана отырып ақпарат бер. Ал қандай ақпарат беремін десеңіздер, менің командамда жүйелі түрде жасалған система бар. Сол системамен келіп жұмыс жасайсыздар. Все, қыздар, давайте. В общем, сетевой бизнес деген ең керемет бизнес. Ал Сайбериан Wellness оның ішінде ең мықты, стабильный, сіздерге стабильный доход әкелетін және де мұра болып қалатын күшті керемет бизнес. Келіңіздер, менің командама келсеңіздер, мықты сопровождение аласыздар. Компанияның руководствосымен де мен жұмыс жасауға мүмкіншілігім бар, Аллаға шүкір. Менің командамда кәдімгідей компанияның менеджер бар, берілген менің командама арналған, сол кісі менің командамда жұмыс жасайды. Компаниядан да сіздерге, компанияның атынан да поддержка болады, менің атынан да поддержка болады, және де менің командамның нутрициологтарынан да поддержка болады. Ешқандай жандарыңыз қиналмай, дайын ақпаратпен жұмыс жасайсыздар. Все, давайте жасаңыздар. Бізде қазір юбилейный год болады, компания 30 жылдық қазір юбилейный год болайын жатыр, сентябрьден бастап. Мықты путешествие программалар дайындалып тұр. Мықты программалар бар бізде. Сол программаларға қатысуға сіздердің де мүмкіншіліктеріңіз бар. Давайте. Қазір бастаңыздар. Ертең өкініп қалып жүрмеңіздер. Мен қасында отырған 5 жыл бұрын бухгалтер болған адам әлі бухгалтер болып отыр. Ал мен қазір 2 миллион табыс тауып жатырмын, бизнес класста тұрып жатырмын. Ана жерде жүрген кісі әлі жүр мұғалім болып 200 мың теңге табыс тауып. Ал мен қазір бизнес класста тұрып жатырмын, 2 миллион тауып жатырмын. Сол сияқты ана жақта жүре бермеңіздер, уақыт өтіп кетеді.